Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Зейнетақы жетпейді. СқО-да көмір бағасы 12%-ға қымбаттап кетті. Солтүстік Қазақстанда көмір бағасы қымбаттап кеткен. Небәрі бір айдың ішінде отынның құны 12%-ға дейін өскен. Петропавл қаласының тұрғыны Нина Рубанова жер үйде жалғыз өзі тұрады. 69 жастағы зейнеткер көмір сатып алудың жыл сайын қиындап бара жатқанын айтты. Мен көмірді бірден сатып ала алмаймын. Алдымен кепілге бір дүниемді беремін. Кейін ақша пайда болған кезде толық сомасын өтеймін. Ал қазір баға 19 мың теңгеге дейін көтерілді. Үйімді жылыту үшін 100 мың теңге керек. Тағы 10 мың теңгем көмірді жеткізіп берушілерге кетеді. Алған зейнетақым тіпті үйімді жылытуға жетпейтін болды, деді Рубанова. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін бас көтерулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулла қабырғасын сода нәсіп етсін.